Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Патшаның жаршысы. Закария кішкентай ұлы Жақияны Таурат, Забур және пайғамбарлар жазуларымен таныстырып үйретті. Балалық шағынан-ақ Жақияны Құдайдың өзіне таңдаған тапсырмасын орындауға дайындалды. Ол ер жеткенде ертедегі Ілияс пайғамбардай түйе жүн шекпен киіп, белін қайыспен буып, айдалада тұрды. Шегірткелер мен жабайы араның балымен қоректеніп өмір сүрді. Айдалада Құдай оған айтатын сөздерін білдірді. Сырт келбеті жабайы боп көрінетін, ал ішкі рухани күш қуатпен сөйлейтін ерекше адамды көру үшін көптеген кісілер келіп жатты. Халайық, Құдай жіберетін патша жақында келеді. Теріс жолдарыңнан қайтып, Құдай жолына түсіңдер. Сонда Құдай күнәларыңды кешіреді, деп уағыздады ол. Жақия адамдардың атақ даңқына қарамай, жаман қылықтарын беттеріне басты. Көп кісілер Құдай жолына түскісі келіп, Жақия оларды Йордан өзенінде суға шомылдырды. Бұл рәсім күнәдан арылып, жаңа, таза өмір бастаудың белгісі еді. Олар, енді не істеуіміз керек, деп сұрады. Жақия, тамағыңды аштармен бөліс, артық киімдеріңді кәріп-касерлерге бер. Салық жинаушылар жұртты алдауды тоқтатсын. Жасақшылар жалақысына қанағат етіп, ешкімге күш көрсетпесін, деп уағыздады. Халық Құдайдың жіберемін деп уәде берген құтқарушы патшасы Мәсіх сол ма екен деп сұрай бастады. Жоқ, мен тек патшаның келуін халқына жариялайтын жаршысымын. Патшаның өзі менен әлдеқайда күшті, деп жауап берді пайғамбар. Назареттен Исаның өзі де Жақияға келді. Жақия оның Құдай уәде еткен патша екенін дереу біліп, неге сіз маған келесіз? Күнәдан арылуға тиіс сіз емес, менмін ғой, деді. Сонда да Иса Жақияның өзін шомылдыру рәсімінен өткізуін тіледі. Иса судан шығып келе жатқанда, көктен бір дауыс естіліп, «Сен менің сүйікті ұлымсың, мен саған ризамын», деді. Исаның сыналуы. Сосын Иса 40 күн жалғыз өзі айдалада қалып, нәр татпады. Аштық оны қинап тұрғанда, Әзәзіл шайтан Исаны Құдайға мойынсұнбауға үгіттеп, оның адамзатты құтқару ісін білдіруге ұмтылды. Егер сіз Құдайдың ұлы болсаңыз, мына тастардан нан болсын деп айта көріңіз, деп ұсыныс жасады. Иса бас тартты. Ол құдіретті күшке ие болғанмен, оны әкесінің айтуымен ғана жұмсамақшы еді. Шайтан оған маза бермей, «Сіз тізеңізді бүгіп маған табынсаңыз болды, мен сізге бүкіл әлемнің билігін беремін»,
деп ұсынды. Иса тағы да бас тартып, былай деді: киелі кітапта сен Құдай еңе табын, тек соған қызмет ет деп жазылған ғой. Шайтан түрлі айламен Исадан амалын асыруға тырысқанмен, оның Исаны көндіруге шамасы келмеді. 40 күн өткен соң, Иса айдаладан Галилеяға қайтып келді. Енді ол өзіне әкесі жүктеген қасиетті жұмысты орындауға дайын еді. Исаның қасиетті жұмысын бастауы. Иса Мәсіх Галилеяға келгенде жалғыз еместі. Оның жанында алғашқы шәкірттері болды. Ендер бұрын Жақияның шәкірті еді. Жақиядан Иса туралы естіген ол, туған бауыры Петрді Исамен кездестірді. Ендер мен Петр Галилея көлінен келген балықшылар болатын. Піліп те сол жердікі еді. Ол көп кешікпей Исаға Натанаилды ертіп келді. Иса Галилеяға қайтқан соң, өзі ағаш ұстасы болып, жұмыс істеген шеберханасын қалдырды. Енді оның негізгі мақсатты жұмысы басталмақшы еді. Ол халыққа Құдайдың ізгі хабарын жеткізу болатын. Иса халыққа ерекше заманның келгенін жариялап, Құдайдың билігі, оның патшалығы жақын қалды, жаңа дәуір басталды. Енді теріс жолдарыңнан қайтып, Құдай жолына түсіңдер, деді. Ал туған қаласы Назаретте адамдар оны тыңдамай, мынау ағаш шебері Жүсіптің ұлы емес пе? Ол өзін кіммін деп жүр? Арнайы дайындықсыз ол қалай осылай сөйлей алады? Деп қарсылық білдірді. Иса демалыс күні балалар оқитын, жұрт Құдайға сыйынатын мәжілісханада Құдай патшалығы туралы ізгі хабарды уағыздағанда, жерлестері оны қабылдамай, тіпті өлтіруге тырысты. Иса қаланы тастап, өзін адамдар қуана тыңдайтын, жақын маңдағы ауылдар мен қалаларды аралап жүрді. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.